Жабраил періште келді. Періштелердің мырзасы да. Мұхаммад алейхиссалам келді, адамзаттың мырзасына. Екі мырза. Теге періштелердің мырзасы, бұл жақ адамзаттың мырзасы. Пайғамбар айтқан: "Ана саййиду вулди Адам, вала фахра." Мен адамзаттың мырзасымын. Бұл бірақ мен менсібейлі айтып отырмын бұны деген. Алла ушундай ража берген. Мақұл. Келіп не деді? "Я Мұхаммад" деді, қараңыз. "Ей Мұхаммад" деді. "Қалашынша жаша. Бірақ бәрі өлесін." Бәрі өлесін. "Қалағандай амал қыл, сөзсіз ақысын аласың" деді. Әрбір сөзіңіздің ақысын береді Алла. Әрбір амалыңыздың ақысын береді Алла. Жақшыға жақшы, жаманға жаман. Ойлауыңыз, кішкенекей қалып қалады, чоң қалып қалады деп. Ерте қиямат күні инсан айтады: "Ой, кітебін оқып тұрып, бір daha кішкене нәрсені қалтырбай жазып салып тұр ғой бұл. Еш нәрсені қалтырбай жазып тұр, кішкенекей чоңын қалтырбай." Біз азыр жаздырып отабыз да. Періштелерге жаздырып отабыз, күн сайын, 24 сайын. Бұлардың бары тияқта сақталып отады. Тияқта склад бар. Күнімдігін сақтайды. Файл, кітеп толып кеткен. Барлығы. Бөлімдер да, бөлімдер. Бөлімдер. Тияқта кітеп, ана ерте қиямат күні тірілткендеген Алла айтады: "Иқра китабак. Кафа би нафсика ал-йаума алейка хасиба." Оқу кітебіңді. Алла Таала берген өмірдің кітебін оқу. Алла сізге қанша? 70 жыл өмір берді, 80 жыл, 90 жыл. Кімге қанша? 40-50 жыл өмір берді. Ошол içindегі сен кітеп жаздырттың әлі, періштелерге жаздырттың әлі. Амалыңды, тіліңдің амалы, көзіңдің амалы, құлағыңның амалы, қолыңды, уятты жер, пут, жүрек, ме, ой, барлық амалың жазылған. Еми жашта қыл, оқушы ғана. Иқра китабак, оқу дейді. Кафа би нафсика ал-йаума алейка хасиба. Саңа бүгін өзің жетіштүүсүн кітебіңді оқығанға. Башқаның күбөнің керегі жоқ. Шыны қылдың біле, айттың біле, қайерде, қачан? Бардығы жазылған. Бардығы жазылған. Егерде ушул жерде иман менен толтурсак, жакшы амал менен толтурсак, Алланын Кур'ани Кариминде айтылган буйруктар менен толтурсак, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү менен толтурсак, анда эмне болот? Эртең кыямат күнү оң жактан китеп берилет. Кур'анда Алла Таала айтат: "Оң жагынан берилгендер айтат экен, өзү эле окубайт, окугула мына" дейт экен да. Охо. Мен зачем окугула анан көрөсүздөр менин китебимди? Мен өзүм билем эмне деп эмне кылганымды, мен билем мен. Эми силер бир таанышып койгула. Менин амал китебимде эмнелер бар экен? Мен түндө эч кимге айтпай кылган кандай амалдарым окуп кое бергиле. Эми азыр окуй турган учур келди. Айта турган учур келди. Көрсөтө турган учур келди. Билдире турган учур келди. Мен тиги дүйнөдө эч кимге айтпай жүрөт элем. Эч кимге айтпай садака берет элем. Айтпай ийил айт элем. Айтпай зикир кылат элем. Айтпай сажда кылат элем. Ушундай көп кээде мүмкүн болушу жашырып кылган амалдарым бар эле. Эми окугула ошону дейт. Оку, фақрау ма китабия. Эч кимге айтпай канча адамды мен кечирдим. Эч кимге айтпай канча адамдын мен акысында мага жамандык кылганга дуа кылдым. Оку менин китебимди дейт. Оку. Кур'ан айтып атат: "Фақрау китабия." Менин китебимди окугула. Бирөөң көрбөс, чогулуп алып окугула. Фақрау дейт. Көпчүлүк айтат да. Множественное число. Бардыңар окугула. Китабия менин китебим. Мен ушу китепке жолукканга якин менен ишенет элем дейт. Инни зананту анни мулакин хисабия. Мен бу китебиме ушу эсеп китеп болот дегенге пайгамбарыбыз айткан, сөзсүз болот деген болду. Мен ушуга якин менен ишенет элем. Эртеби кечпи мен жашоомдогу жаздырып аткан периштелерге амалдарымды окуй турган күн бар. Эсептей турган күн бар деп.